Ендеше қымбатты достар, біз жалғастырамыз. Келесі сахнаға шығатын спикеріміз керемет ханым. Қымбатты достар, дәл бүгінгі конференциямыздың басында барлығымызға позитивті энергия сыйлаған Ericsson International атындағы коучинг университетінің түлегі, кәсіби коуч, тәжірибелі психолог маманы, сөз сөйлеу өнерінің сарапшы маманы, Қазақстанда менторлар арасында өткен сайыстың жеңімпазы, 2019 жылдың ең үздік менторы, бизнес-тренер, Риторикс ораторлық мектебінің негізін қалаушы. Қымбатты достар, шапалақ қошемет, Гүлжана Бейтанова! Қош келіпсіз. Тағда музыка қойлады. Ең күшті билеген адамға менің ораторлық клубында 50% скидка болады. Ең күшті билеген адамға. Тағда жақсылап музыка қойып жіберіңдерші, жігіттер. Ең күшті билеген адамға. Зажигательный музыка болса. Мен жаңа бір адам деген едім, бұл жерде мен 3 адамды көрдім. Гүлжазира ханым, пожалуйста. Гүлжазира ханымға жақсылап қол ұрып қояйықшы. Так. Екінші Айнагүл ханым. Жақсылап қол ұрып қояйықшы. Бұл кісі былай береді, ол былай. Ешкім олай жасаған жоқ. Және Ақсәуле ханымға қол ұрып қояйық. Рахмет барлықтарыңызға. Қараңыздар. Шын мәнісінде өмір бізге күтпеген сыйлықтар жасайды, келісесіздер ғой. Сол сыйлықтарды алуға дайын болу керек. Өткен себебі, мен жаңа бір кісі деп айттым, шын мәнісінде менке қараңыздар 3 кісі, сондықтан адамның, жаңа Рахат мырзаның арқадай сөзін мен жалғастырайын, адамның қаншалықты ниетінің туралығына байланысты, қаншалықты шын ықыласпен жасағанына байланысты бізге Алла тағала әрдайым сыйлықтар жасап отырады екен. Сондықтан Гүлжазира ханым, Айнагүл ханым, Ақсәуле ханым үшеуіне тағы да бір қол ұрып қояйық, жақсылап. Енді менің тақырыбым көпшілік алдында еркін сөйлеу, риторика. Жалпы осы тақырып бойынша қазір сөйлеймін. Так, мынаны мен бір үйреніп алайын. Бір дұға қылып, қайқа басу керек өзі. Так. Алды, арты деген. Жарайды, пока үйренгенше. Қайсысы екен? Бұнан қатты басу керек. Қазір сіздерге мен бір... Қазірдің өзінде мен сіздерге ораторский искусстводан бір фишка жасадым. Кім айтады? Бағанада оны жасаған болатын, қазірде жасадым. Әр жасаған әрекет бұның өзін фишка есебіне қабылдаңыздар. Және мен мына жерден көпшілігіңізден, қолдарыңыздан дәптер мен қағаз, қалам көріп тұрған жоқпын. Неге? Мен мінекей тамаша. Мынау Паретто заңдылығы бар, 100% адам отырса, ішінде 20% жетістікке жетеді дейді, шын мәнісінде. Ол өмірдің кез келген саласында. Мынау дәптерін қолға көтерген кісілер, мен сенемін сіздерге, жетістікке тез жететіндеріңізге, шын мәнісінде. Өйткені, мысалға қараңыз, Рахат мырзаның жаңа сөйлеген сөзін жазып алдыңыздар ма? 10 пункт айтты, өте керемет. Мен өзіме жазып, қазірдің өзінде мен санадым, 7 идея келді маған. Өзім таң қалдым. 7 идея, оны тезірек жұмыс іске асырамын деп ойлап тұрмын. Сол сияқты, мынау вселенная любит скорость дейді. Бізде ғалам ол нені жақсы көреді? Жылдамдықты жақсы көреді, шапшаңдықты жақсы көреді. Сондықтан да идея келді ма, оны осы 24 сағаттың ішінде, біздің коучтардың тілінде 7-8 сағаттың ішінде
бір әрекет істеп бастады. Сондықтан да осы мына қағазға жазғандарыңызды 7-8 сағаттың ішінде әрекетке айналдыруларыңыз керек. Енді екінші кезекте айтайын дегенім, қазіргі фишка, мен қандай фишка жасадым сіздердің алдарыңызға шыққан кезде? Не істедік? Биледік, энергия. Яғни көпшіліктің алдына шыққан кезде, қымбатты достар, өзіңіздің энергетикаңыз және залдың энергетикасы бар. Залдың энергетикасын көтеру керек. Бұны Сәкен ағамыз өте жақсы біледі. Шыққан кезде өздеріңіз білесіздер, әншілер, мынау сахнаның адамдары үнемі жаңа қол соқтырып, билеткізіп, сондай бір әрекеттер жасап жасады. Сондықтан да бұл да бір энергияны көтерудің бір тәсілі деп біліңіздер. Енді қазір мен келесінен ауыстырғанша бір әрекет жасайық. Екі-екеуден жұпқа бөлініп, бәріміз орнымыздан тұрайық. Орнымыздан тұрамыз. Сіздер қазір дайын болыңыздар, орындарыңыздан көбірек тұратын боласыздар. Дайын боламыз, Жұпқа бөлінеміз, екі-екеуден бірімізге қарап тұрамыз. Сөйтеміз да қазір бір-бірімізбен танысамыз да, қараңыз. Былай сұраймыз бір-бірімізден. Так, желательно таныс тұрған кісілер басқа кісімен тұрамыз. Желательно танымайтын кісілермен тұрамыз да. Сөйтеміз дағына қазір бір-бірімізден мынандай сұрақ қоямыз. Сен кімсің? Болмаса, сіз кімсіз? Сұрайықшы кәнім. Сіз кімсіз? Так. Рахат мырза, қайдасыз? Қайсысын басыңыз? Точно тупить етеді. Таныстық па? Жауап бердіңіздер ма? Таныстық қоя? Сіз кімсіз деген сұраққа жауап алдыңыздар ма? Точно? Давайте, ендеше қазір бір притча тыңдаймыз сіздермен. Отырсаңыздар болады. Рахмет сіздерге. Бір Джон Смит деген кісі болыпты. Американың танымал журналист екен. Ол өзінше бір зерттеу жүргізіпті. Оның зерттеуі бойынша дүниедегі ең жаман не нәрсе деген сұрақты қояды екен. Аэропортта жүріпті, сөйтеді екен да өзіне бір мақсат қойыпты. Мен бір 100 адамнан сұрайын, дүниедегі ең жаман не нәрсе екен біліп адамдар қалай біледі екен, соны тексерейін депті. Сөйтіпті дағыны әрбір адамға барып, жаңа микрофонын әкеліп қасынан сұрайды екен. Сіздің ойыңызша дүниедегі ең жаман не нәрсе дейді екен. Сонда бір адамдар сатқындық деді, бір адам жаңағы жақсы көру сезімінің болмауы деді, тағы бір адам ақшасыз банкротқа ұшырау деген секілді әртүрлі жауаптарды айтқан екен. Сонымен оның бәрін жазып жүр, өзіне жазып жүреді, жаңа Джон Смит деген журналист. Содан бір кезде алдынан сондай бір жүзінде мейірімі төгілген бір кісі жолығыпты. Ол кісіден сұрапты, енді ол монах екен. Ол кісіден сұрапты, сіздің ойыңызша дүниедегі ең жаман не нәрсе депті. Сөйтсе ол кісі қарап тұрып, сен кімсің өзі депті. Жаңа сұрақ бар ғой, сіздерге қой дедім ғой, сен кімсің депті. Сіздер не деп жауап бердіңіздер, сен кімсің дегенде? Ол да айтыпты, мен Джон Смитпін депті. Сөйтсе, ол сенің тек есімің ғой депті. Тағы да ойланды. Так, пожалуйста, впереди паровоза, басқа кісілерге ойлануға мүмкіншілік береге. Сөйтіп айтыпты, ол сенің тек есімің ғой депті. Сен кімсің депті. Сөйтсе, тағы ойланып қапты, мен журналистпін депті. Журналист, ол сенің мамандығың депті. Тағы да ойланшы депті. Сен кімсің депті. Жақсылап ойланыпты да енді ол. Мен адаммын депті. Сен адам болсаң, ол сенің тек биологиялық түрің ғой. Сен кімсің депті. Сонда мен осы сәтпін деп айтпапты ол. Оған сәл миы жетпеген ау. Бірақ сіздің ойыңыз өте керемет екен. Ол жауап таппай тұрып қалды сол кезде. Сол кезде жаңағы монах оған айтқан екен. Айналайын депті, құлыным, мынау өмірдегі ең жаман нәрсе өзіңнің кім екеніңді білмеу депті. Сондықтан біз өзімізді таныстырған кезде көпшіліктің алдында біз қалай таныстырамыз?
Мен Гүлжанат Битанова, сөйлеу өнерінің маманы, болмаса кәсіпкерлерге презентацияны дұрыс қою ісінің маманы. Мысалы қараңыздар да, болмаса біз жасымызды айтамыз, ана екенімізді, әке екенімізді айтамыз, ол өте дұрыс. Бірақ шын мәнісінде біз кімбіз? Осы жағын ойланып көрдік пе? Сондықтан да біз қазір тағы да орнымыздан тұрамыз да, жөндеп жаңадан танысамыз. Тұрамыз. Ендігі сұраққа қараңыздар. Сен кімсің, болмаса сіз кімсіз деген сұраққа біз Махатма Ганди сияқты жауап беріп көрейікші. Махатма Ганди кім екенін білесіздер ғой, әлемді өзгерткен 100 тұлға дегеннің тұлғалардың ішіндегі нөмірі 1-ші тұрған кісі. Өйткені ол не айтқан білесіздер ме сөзін? Ол өзінің қалай таныстырған еді? Ойлаңыздаршы, Махатма Гандиден сұрағанда, сіз кімсіз, сен кімсің десе, здорово, атыңыз кім? Талғат мырзаға жақсылап қол ұрып қояйықшы. Ол кісі былай айтқан екен: мен өз елімді қан төгіссіз басқыншылардан сақтайтын тұлғамын деген екен. Мен өз елімді қан төгіссіз басқыншылардан азат етушімін дейді екен. Кішкентай кезінен бастап. Бұл не деген сөз? Өзінің миссиясын кіші кезінен бастап білетін болған. Миссия, көрдіңіздер ма? Сондықтан біздің осы дүниеге келген кезде жаңа Рахат мырза Алла тағала туралы өте көп күшті мағыналы нәрселер айтып жатыр. Сол кісінің сөзін ары қарай қолдаймын. Біздің әрқайсымыздың жүрегімізге Алла тағала аманат етіп берген біздің бір миссиямыз бар. Ол миссияның өзі екіге бөлінеді. Бірінші, гендерлік миссиямыз. Ана болу, жар болу, әйел болу, дүниеге бала, ұрпақ әкелу, болмаса әке болу, аға болу, әке атану да. Екінші миссиямыз осы өмірді жақсартуға, өзгертуге біз қандай үлесімізді қосамыз. Сондықтан да қазір бір-бірімізге қараймыз да, ей жаным, досым, сен кімсің деген кезде біз жүрегімізбен өзіміздің миссиямыз туралы айту керекпіз. Келістік па? Аты жөнімізді айтпаймыз. Тек қана миссиямыздың тұрғысынан айтамыз. Жаңа Махатма Ганди сияқты. Мен өз елімді қан төгіссіз басқыншылардан азат етушімін деді ғой. Расында да 200 жыл бойы үнді мемлекеті ағылшындардың қол астында болып келген еді. Ешбір мемлекет революциясыз өзінің елін құтқара алған емес. Тарихта қалған жалғыз кісі, бірде-бір кісінің қаны төгілместен өз елін азат еткен. Сіздер кімсіздер? Мен кіммін? Так, кеттік. Сен кімсің, досым деп сұраңыз. Жаным, сен кімсің өзі? Айттық па? Өте тамаша. Қол ұрып қояйықшы. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим деп уже 5 рет айттым. Ықыласпен айтайын ба? Ықылас сүресін айтып жіберейін ба? Так. Көмектесіп жіберіңіз. Ал. Жоқ, Абайға. Биыл өздеріңіз білесіздер, Абай Құнанбаев біздің ЮНЕСКО-ның өзінде ұлы тұлға есебінде танылып отыр да. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы, жалпы сөз туралы айтқанда, өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс, сөз жақсысын, қазақтың келістірер қай баласы дейді. Яғни сөз туралы айтқан кезде мына сахна деген киелі орын. Сахнаға шыққан кезде адамдар кез келген ойына келген нәрсені емес, іші алтын, сырты күміс дейді. Яғни сөздің әсемін, сымбатысын,
тыңдарманның жүрегінен шығатын сөздермен айтатын болсақ, ол нұр үстіне нұр болады екен. Енді сүрем жүзеге асып жатыр, иә. Өзім туралы таныстырып өтетін болсам, айтып өтті Гүлжан Айтбетанова. Риторикс деп аталатын осы қаладағы нөмірі 1 деп мақтана аламын, өйткені жалпы Шымкент қаласында 1 рет ашылған ораторлық өнер мектебі. Қазіргі таңда менде биылғы жылдың өзінде, мен былтырғы жылғыларды есептемеппін, 132 адам сертификат алды менде 1 айлық курсты бітіріп. Сертификатсыз оқыған адамның саны биылғы жылдың өзінде 892 екен, почти 1000 адамға жоқтады да қазіргі уақытта. Сондықтан осы қолыр қойсаңыздар болады осы жерде. Яғни бұл деген сөз қаламыздағы мына сөз өнеріне, жалпы халықтың алдына шығып сөйлеуге деген адамдардың құлшынысының артып жатқан белгісі, және атын атауға болмайтын мына үлкен мемлекеттік қызметтегі тұлғалар бар, облыстық мәслихаттың депутаттары, үлкен ірі қызметте жүрген кісілер. Так, өшіп қалды. Мен сізге беріп қоя салайын. Жоқ, қосылды, иә. Так, суретке түсіріп аламыз. Жазыламыз. Өткен себебі январ айынан бастап онлайн курс ашылғалы отыр. Менің мектебімнен және осы Рахат мырзамен бірлесіп жұмыс жасаймыз деген ойдамыз. Онлайн школада сіздерге жаңалықтар болады, және именно осы бүгін келіп жекеге жазасыздар. Бүгінгі келген кісілерге сіздерге жаңағы айтқандай өте үлкен жеңілдіктермен жұмыс жасайтын боламыз. Сондықтан, пожалуйста, және менің өзім подписчиктеріміз, оқырмандардың арасында тегін ойнатылатын билеттер болады. Сондықтан сол жерден кеш қалып қоймаңыздар деген. Енді негізгі тақырыбымызға көшейік. Сөйлеу өнері дегеніміз, жалпы бұны гректер, ежелгі Грекиядан шыққан ғой жалпы да сөйлеу өнері. Сендіру өнері деп аталынады. Сөйлеу өнері не деп аталынады екен? Сендіру өнері. Өйткені біз көпшіліктің алдына шыққан кезде жай сөз емес, не істеу керек біз адамдарды? Сендіре білуіміз қажет екен. Сондықтан да біз мынау тренингтерімізде, әрине біз көбінше сендіруге бағытталған сөз сөйлеуді үйренетін боламыз. Жаңа мен сіздердің алдарыңызға шыққан кезде өзімде толқу әрине болады, бірақ осындай бір сұрақ болды. 40 сағаттан тұратын, мысалға, ораторлық бізде мектепте 36 немесе 40 сағатқа дейін созылады. Ол жердегі теория және практика қосылғанда. Сол 40 сағатта өтетін нәрсені қалай мен 30 минутқа сыйдыра аламын деген сұрақ менде болды. Сондықтан да сіздерге мен көбінше практика жасатамын деп өзіме сондай шешім қабылдадым. Жаңағы біздің іс-әрекетіміздің өзі неге жатады? Практикаға жатады. Ол қандай фишка деп аталады? Ораторлық өнерге келетін болсақ. Мен басында энергетиканы көтердім, билеттім, және қазір сіздерге не істеттім? Сөйлестік, таныстық. Я, ол қандай фишкаға жатады? Ау? Айта беріңіз. Сіздер бір-біріңізбен сөйлестіңіздер ғой, яғни сіздер не істедіңіздер? Контакт жасадыңыздар, әрекет жасадыңыздар. Яғни, тағы да екінші пункт жазып қойыңыздар. Сіздер сахнаға шыққан кезде сіздің сөзіңіз халықтың есінде қалу үшін адамдар мейлінше көбірек әрекет жасасын. Өздері отырған адамдарды отырғызып тұрғыздырыңыз, болмаса бір сұрақ қойып ойландырыңыз, жауап бергізіңіз. Жалпы адамдар бір-бірімен не жасап отырса болады екен? Контакт жасап, және бір әрекет жасап отырса, сіздің сөйлеген сөзіңіз халықтың жүрегінде қалып қояды екен. Енді қараңыздар. Мына жерде лазер жанатын еді, бірақ экранға түспейді екен лазер, да? Вот. Қараңыздар, мына жерде мынау өте осы ораторлық өнердің негізін қалаушы кісілер. Ораторлық өнер ежелгі Грекияда пайда болған деп айттым. Оның негізін суфистер қалаған, бірақ суфистердің іліміне қарсы Сократ, Аристотель, Платондар олардың іліміне қарсы шыққан. Неге? Өйткені суфистердің ұғымында спор дейміз ғой, иә? Мынадай пікір таластырып, қалай да қарсыласты жеңу керек, қалай да қарсыластың жаңағы аяғына шалып болсын, кейде бір дұрыс емес мәліметтің өзін келтіріп болсын, қалай да қарсыласты сөзден шалу керек деп есептеген. Мынау суфистердің ағымында болғанда, ең бірінші шыққан ежелгі гректерде. Бірақ оған қарсы шыққан мынау Платон, Сократ, одан кейінгі олардың шәкірті Аристотельдер, олар айтқан, бұл сөз сөйлеудегі мәселе, бұл пікір таластыруда емес деді. Сөз сөйлеудегі мәселе ақиқатты тану. Сондықтан да ең басты нәрсе, бұл сөз сөйлеген кезде біз шынайы қалпымызда ақиқатын айта білуіміз керек екен. Қазіргі уақыттарда мына дебат клубтар өте көбейіп жатыр да.
Мен оларды әрине қолдаймын, қорқынышын жеңуге көмектеседі, бірақ бір минус бар. Ол кісілер қоятын сұрақтың өзін аяқтан шалу үшін қояды да, мен сол жағына өте келіспеймін. Осы биылғы жылы жастар жылы болғандықтан мен дәл осы залда ол кезде арт-жақтың бәрі толған. Назерке қаншадан болған еді? Бір өте көп адам болды осы жерде, 500-600 адам болды, иә? Біз тегін мастер-класс өткен едік осы жерде. Сол мастер-класстан кейін мен қараңыздар да, 2 сағат полезный, пайдалы контент бердім. 2 сағаттан кейін сұрақтарыңыз бар ма десем, сол дебат клубының белгілі бір мүшесі орнынан тұрып, жаңа сіз бір сөзіңізде, бір каверзный сұрақ қойып жатыр да. Бір сөзіңізде есту деп айттыңыз, бір сөзіңізде тыңдау деп айттыңыз, сонда сол екі сөздің айырмасы не дейді да? Адамның қойған сұрағына қарап, оның деңгейін ажыратасың шын мәнісінде. Мен қарным ашып қалды ол сұрақты естіп, өйткені действительно шын мәнісінде өмірге қажетті сұрақты қойса, мен соған келісетін едім да. Яғни бұл дебат клубтың кейбір кездерде сөзді аяқтан шалуға үйрететіндері сол жағына ұнамайды. Сөз атасы Майхыби деген қазақта сөз қалған. Импровизатор, сонымен қатар мақал, шешендік барлық жағынан. Ал кейінгі мынау үш кісінен өздеріңіз өте танисыздар ғой, бұл кәдімгі біздің Қаздауысты Қазыбек, Әйтеке би және Төле би, кәдімгі 300-дің билері. Біз мынау биылғы жылы рухани жаңғыру деп жатырмыз. Біз рухани жаңғыруымыз керек. Осындай тұлғалардың сөзімен сусындап, осындай тұлғалардың сөзімен сөйлейтін болсақ, біз әрдайым өте үлкен жетістіктерге жетеді екенбіз. Кеше мысалға бізде осы желтоқсан айында Қазақстанға бір өте керемет бір тәуелсіздік күнін айтып жатқан жоқпын. Оның алдында бір оқиға болды. Ол біздің жас әншіміз Димаш Құдайберген 10 желтоқсан күні Нью-Йорк қаласында не берді? Үлкен концерт берді. 19 мың адам орнынан тұрып қазақтың қалғаны дайдауды қосылып айтты. Және бұл туралы біздің қазақтың әншілерінің ішінде мінекей Сәкен ағамыз өте сүйсініп тұрып жазды өзінің Instagram парақшасында. Және ол Димашқа біздің Қазақстанның заслуженный деятель, еңбек сіңірген қызметкері деген, қайраткері деген сондай марапаттау берілді. Оны да мен Сәкен ағамыздың парақшасынан оқып сондай сүйсініп қалдым. Сондықтан да сонда Димаштан артынан интервью алды да, мынау өте танымал журналистердің бірі. Сол интервьюін көрдіңіздер ма? Сізді ерекшелендіріп тұратын не нәрсе дейді. Сонда ол кісі айтты, менің вокалдан сабақ беретін ұстаздарымның қазақ болғанына қуанамын дейді. Өйткені менің өлеңдерімнің, иірімдерінің бәрінде тек вокал емес, қазақ иірімдері бар дейді. Мен өте қатты сүйсіндім соны естіген. Сондықтан да сіздің қазақ болғаннан кейін сахнада шығып сөйлеген сөзіңіздің ішінде қазақтың мақалы болмаса, қазақтың иірімдері болмаса, сіздің оратор болғандығыңыз, ол шын айтқан кезде бір қазақшалап айтайыншы, бір көк тиын. Сондықтан давайте өз-өзімізге қол қойып қояйықшы осы жерде, иә? Қай ұлттан болсаңыз да, сол өз ұлтыңыздың құндылықтарын бойыңызға сіңірсеңіз, Мұхтар ағаның, Мұхтар Шаханов ағамыздың өлеңдерінде өте көп айтылады. Өткенін білмеген келешегіне күмәнмен қарайды дейді. Біз өз тарихымызды білмесек, осындай ұлы тұлғаларымызды білмесек, әрине онда бізден сөз шебері шыға қоюда күмәнді. Сөз туралы бізде қазақ халқында өте тамаша сөздер айтылған. Мұның барлығын мен оқымай-ақ қояйын. Қарап тұрсаңыз, жалпы сөздің мағынасы туралы, сөздің адамға қалай әсер ететіндігі туралы өте көп сөздер бар. Сонымен қатар Ғабиден Мұстафин ағамыз айтады, ақылды сөз алғыр ой, адамның ең жоғарғы қасиеті дейді. Абай атамыздың тағы да осы жерде бір сөзі бар. Кісіге қарап сөз алма, сөзіне қарап кісіні ал дейді. Яғни сөзі тура кісімен жолдас бол деген сөз. Кісіге қарап сөз алма дейді. Мынаның киім-киесі жақсы екен ғой, осыны жұмысқа алайын деген емес мәселе. Оның сөз саптауы қандай? Өйткені сөз деген адамның ақыл ойының көрінісі, ойының тереңдігін, интеллектуалдық оның білімін, адамның мәдениетін біз несіне қарап білеміз? Сөзіне қарап білеміз. Сондықтан да сөзіңді түзесең, бұл ойы түзу адам деген сөз, демек өмірдегі іс-әрекетінде түзу болады деген сөз. Енді мынандай сұрақ. Не үшін мен ораторлық өнерді үйренуім керек? Көп адамдар ойлайды да, енді ораторлық өнер сахнада жүретін адамдарға керек шығар мүмкін. Сондықтан өз-өздеріңізге жауап берейікші қазір, қасымыздағы отырған кісілерге. Тағы да бір 30 секунд. Не үшін маған ораторлық өнер керек? Мен не үшін сөз сөйлеуді үйренуім керек деп өз-өздеріңізден бір-біріңізден сұрап жауап беріңіздер. 1 минут уақыт, 30 секунд екі жаққа. Молодец, Ақсәуле ханым орнынан тұрып жауап бергісі келіп жатыр. Жаңағы 50% қатты әсер қалдырау сізге, иә? Жоқ, тұрып айтамыз ғой енді. Көрсетсеңізші 50% скидкаға ие болғаныңызды.
Не үшін керек маған ораторлық өнер? Не үшін керек? Тұрып айтсаңыз да болады. Қасыңыздағы жұбайыңызға айта қойыңыз. Айтып қойдыңыздар уже. Не үшін керек? 5 себеп табыңызшы өзіңізге. 5 себеп. А не үшін керек ойын толық жеткізу, адамдарды сендіру не үшін керек? Мен ойыңызды ары қарай жалғастырсын деп сұрақ қойып жатырмын. Бұл андай каверзный сұрақ емес, қисынсыз сұрақ емес. Сіз одан да ары қарай терең ойлансын деп жатырмын. Жауап бердік па? Өз-өзіңізге айтып қойыңызшы, молодеспін, қандай мен күшті жауап беріп жатырмын ше. Қандай күштімін деп, иә? Так, сонымен қараңыздар. Ораторлық өнер бізге не үшін керек екен? Ораторлық өнер адамға жалпы не береді? Біріншіден, сіз сарапшы маман есебінде таныласыз. Сол үшін қазір бір тақырыпты таңдайсыз өзіңізге, бір тақырыпты таңдайсыз дағыны, сол тақырыппен қай жерге барса да сол тақырыппен сіз сөйлей бересіз. Бір жыл өткеннен кейін сізде сол тақырыптың сарапшы маманы боласыз. Мысалы, негізі қай тақырыпты таңдау керек? Сізді толғандыратын тақырып. Мүмкін сізді бала тәрбиесі толғандыратын шығар. Мүмкін сізді мынау жасыл ел деп жатырмыз ғой, болмаса мынау экология тақырыбы толғандыратын шығар. Мүмкін сізді жас қалпыңызда қалу, болмаса қазіргі уақытта керісінше мынау әйелдер өзінің возраст дейміз ғой, жасын қабылдамайды да. Постоянно косметика, мынау индустрия, мода соның арқасында көбейіп жатыр. Психологиялық невроз бар әйелдерде. Вечно жас қалпында қалғысы келеді да, мүмкін сол тақырып сізді толғандыратын шығар. Но менің ойымда психолог есебінде айтам, бұл дұрыс емес, өйткені біз өзіміздің жасымызды қабылдаған сайын, ол шын мәнінде толыққанды тұлға деп есептелеміз. Сондықтан мен өзім жасымды жасырмайтын, мен жасым 42-де 2 баланың анасымын. Өте жақсы көрем өзімнің жасымды, және мен өмірімді 40-қа дейін және 40-тан кейін деп бөлемін да. Мынау бір реклама бар, рекламада бүйтіп айтылады да. Бір товарды реклама жасап жатыр да. Именно после этого начинается новая жизнь. А у меня после 40 началась новая жизнь. Абсолютно. Раз. Сондықтан, яғни армандаған мақсаттарымның көпшілігіне қол жеткізіп жатырмын. Соңғы бір жылдың ішінде 2-ші пәтерлі болдым өзім. Алла тағаланың әуелі Алла тағаланың арқасында, 2-ші еңбегімнің арқасында. Қазақстанға танымал тұлғалармен бірге бір сахнада сөйлеу мүмкіншілігі туып тұр. Мінекей бүгін өздеріңіз көріп тұрсыздар. Сәкен ағамен бір сахнада мен выступать етіп жатырмын. Қазақстанға танымал ең үздік ментор атағын жақында жеңіп алдым. Қолдап тұрсаңыздар болады. Шымкенттің қызы жеңіп алды, яғни мен деген сөз. Сонымен қатар ұлымды Түркияға оқуға түсірдім. Кіші балам кеше ғана дебат сайысынан 1-ші орын жеңімпаз болды облыстық. Расын айтсам, ешқандай менің үлесім жоқ. Өзі үйге келіп айтып тұр, менің үлесім тек қана сенімді шық балам деп мотивация бердім болды да. Яғни айтайын дегенім, біздің жасымыз емес мәселе, біздің ішкі өзімізге деген сенімділігіміз, біз қазір бұл туралы айтатын боламыз. Сонымен сарапшы маман есебінде таныласыз. Бір тақырыпты алыңыздар, бір тақырыптан 2-ші тақырыпқа еш уақытта секірмеңіз. Бір тақырыпты айта беріңіз. Мысалы, сіз кәсіпкер болсаңыз, кәсіпкерлікке байланысты көп тақырып керек емес. Бір ғана тақырыпты алыңыз да, сол тақырыппен шақырған жердің бәріне сол тақырыппен выступать ете беріңіз. Уже мысалға айталық, кәсіпкерлікті неден бастау керек деген тақырыпты алатын болсақ, үнемі сіздің есіміңіз кім? Болат мырза, кәсіпкерсіз ғой деймін да? Қай саласы кәсіпкерлік? Той саласы. Мысалға, тойды қалай қызықты етіп өткізу керек деймін да, мысалы. Сондай тақырыппен сіз выступать ете беретін болсаңыз, кәсіпкерлердің арасында той деген тақырып болса, ассоциация бірден кім? Болат мырза. Көрдіңіздер ма? Сондықтан бір тақырыпты аласыз да, сол тақырыппен выступать ете беріңіз. Мысалы, осы қалада бір жиын болатын болса, осындай бизнес-конференция және ораторлық искусство туралы керек болса, кімді шақырады деп ойлайсыздар? Әрине мен шақырады, өйткені мен осы тақырыптан үнемі выступать етемін да. Сондықтан сарапшы маман есебінде таныласыз. 2-ші, дәрежеңіз өседі. Сіз сахнаға шығып сөйлеген сайын энергияңыз артады, сіздің дәрежеңіз өседі. Келесі, бұл сізге жаңа мүмкіндіктер алып келеді. Сахнада сөйлеу деген сізге жаңа мүмкіндіктер алып келеді. Бірінші кезде қорқасыз, екінші кезде толқисыз, үшінші кезде қайтесіз,
жүгіресіз сахнаға қарай. Сондықтан бұл жаңа мүмкіндіктер, жаңа таныстықтар және жаңа табыс көзін алып келеді сізге. Келесі, өз арманыңызды жүзеге асырасыз шын мәнісінде. Өйткені әр адамның жүрегінде арманы жатыр. Осы сахнаға шығып сөйлеу арқылы сіз өз арманыңызды жүзеге асырасыз. Жаңа мысалы Рахат мырзаның сөзіне тағы да оралайын, ол айтты, біз мынаны ұйымдастыруды қолға алдық, қанша адам келетінін кімге тапсырдық деді? Алла тағала тапсырдық деді. Мысалы қараңыздар, сахнаға шықсаңыз арманыңызды жүзеге асырасыз деген және Рахат мырзаның сөзіне орай да. Бір кісі сондай хабарландыру жіберіпті, өзі бір керемет мектеп ашқысы келген екен да. Керемет мектеп ашу үшін оған $1 миллион керек екен. Бұл Америкада болған жағдай. Сөйтеді тағында бүйтіп ойлады жаңағы. Бір 1000 адам келсе, әрқайсысы бір жаңағы инвестор болып, әрқайсысы $1000 берсе маған, сол кезде қанша жиналады дейді. $1 миллион жиналады. Бір 1000 адам, 2000 адам келсе ғой деп хабарландыру да береді, ананы да береді. Сөйтіп выступление болатын күні сахнаға келсе, қанша адам отыр екен? Біреуге тағы бірді қосыңыздар. 2 адам отыр екен сахнада, көпшілік отыратын жерде да. Жаңағы кісі сахнаның сыртында біраз жылап алады. Арманым орындалмайтын болды-ау, қайдағы $1 миллион деп жылап алады да. Бірақ өзінің еңсесін тіктеп алады да, тура залда бір 1000 адам отырған адам сияқты сөйлейді 2 адамның алдында. Жақсылап тұрып, өзінің ол мектепті ашса, балалар қандай білім алатын, қандай рухани азық алатын, қай жағынан пайдалы болады, ата-аналар мектебін ашатын, барлығын жақсылап тұрып айтады. Сөйтсе, жаңағы отырған 2 адам тыңдады ғой енді, ол айтады, мен айттым, мен өзімнің былайша айтқанда әрекетімді жасадым. Қалғанын бір Аллаға тапсырдым дейді. Сөйтіп, ертесіне ол кісіге звонок түседі. Сөйтсе, жаңағы 2 келген адам екеуі де бір семьядан екен, олар ана кәдімгі атақты Рокфеллерлер бар ғой, соның біреуі келіні, біреуі әйел екен да. Сөйтсе, ертесінде оған спокойно $1 миллион қолына әкеліп береді. Көрдіңіздер ма? Сонда сіз сахнаға шығып сөйлеу, идеяңызды жеткізу арқылы не істей алады екенсіз? Өз арманыңызды жүзеге асыра алады екенсіз. Қазір қасыңыздағы отырған соседке бір қарап алыңыз да, менің арманым мынандай, мен соны жүзеге асыра аламын осы ораторлық өнер арқылы деп айтамыз. Арманыңызды айтасыз. Желательно жаңа адамға айтсаңызшы, бір адамға жабысып қапсыз, басқа адамды. Жаңа кішкене 5-ші нүктені көтеріп, алға қарап, артқа қарап бір жаңа адамға айтсаңызшы. Қасыңыздағы подругаңызға айта бересіз. Жаңа адамға айтамыз, артымызға айтамыз, жанымызға айтамыз. Жаңа адамға Салтанат ханым артқа қарап айтып жіберіңізші. Уже артқа айтып қойдыңыз ба? Армандарыңызды айтасыз. Мен сахнаға шығып сөйлеу арқылы осы арманымды жүзеге асыра аламын деп уәде беріп жіберіңізші. Назеркеге крупно повезло болып жатыр ше, прям қатты қызығып тұрмын Назеркеге деп, молодец. Сәкен ағаның баласы отыр, жүзі жылы, өзіне ұқсаған, маңдайы ашық қазақтың әдемі жігіті. Назеркеде тұрмыс құрмаған қыз, сондықтан да Назерке крупно повезло деп жатыр. Қол ұрып қояйықшы. Сәкен ағаның ұлы мен Назерке, есіміңіз кім? Әділет? Әділет, тамаша. Назеркеге постоянно ше, почему сондай парға Әділет деген жігіттер келеді. Есіңде ма Назерке? Тағы бір тренингте Әділет деген тамаша. Негізі Әділет деген жігіттер атына сай да, әділ әрі әдемі келеді да. Әділетте бір қол ұрып қояйықшы. Арманыңызды жүзеге асырасыз. Менің де арманым бар, менің ораторлық мектебім өте үлкен 3 қабатты зәулім үйден тұрса екен деймін. Және оның ішінде бүкіл Қазақстаннан келіп адамдар сабақ өтіп оқып жатса екен деймін. Және қазіргі уақытта мен январь айынан бастап өзіме тренерлер қабылдап жатырмын да. Наурыз айында бізде құлақтарыңызға алтын сырға мынау ораторлық өнерден суретке түсуді сәл кейінге қалдыра тұрсақ, жарайды. Наурыз айында бізде ораторлық өнерден жарыс өтеді, спикерлер арасында жарыс өтеді. Сол жарыстан өткендеріңіз менің қасында менімен бірге жүріп, сол ораторлық өнердің тренерлері боласыздар. Сондықтан жазып қойыңыздар. Ноябрь айында мен сол жарысқа қатысамын деп жазып қойыңыздар өздеріңізге. Наурыз айында кәдімгі қазақтың ұлттық мерекесінде біз сондай бір өте үлкен конкурс өткіземіз. Самый лучший спикер года деген да. Сол жерде жеңіске жетіп, менімен бірге
менің орталығымда тренер боласыздар, Құдай қаласа. Гүлмира болып тұр уже, қол көтеріп уже болып тұр. Сондықтан мен де өз арманымды айттым, кеңістікке жібердім, значит, ол да жүзеге асады деген сөз. Келесі, сізде қуаныш сезімі болады сахнаға шыққаннан кейін. Басында қорқасыз, біткеннен кейін сізде бағанағы айтқанда, әй молодец, қандай күшті, рахат болды деп, сондай күшті сезімде боласыз. Кім тексергісі келіп тұр? Сахнаға шығып сәл тұрсаңыз, бір рахаттанып қаласыз. Так, келесі. Өзге адамдардың өміріне әсер ете аласыз сөзіңіз арқылы. Біреудің көңіліне қуаныш сыйлайсыз, біреудің шеше алмай жүрген шешімін тауып бересіз. Сондықтан біреуге біз пайдалы болғымыз келеді ғой, иә? Пирамида Маслоу деген бар ғой, психолог ханымдар, мырзалар жақсы біледі. Ол жерде қоғамдағы орныңды табу ол да бір үлкен қуаныш сыйлайды да. Сол арқылы мысалы өзге адамдардың өміріне әсер ете алсаңыз, өзіңіздің самооценкаңыз, өзіңіз бағалауыңыз өте жоғары болады. Сондықтан сахнаға шығу арқылы осындай тамаша сезім аласыз. Және әлемді жақсартуға қайтеді екенсіз, атсалысасыз. Мына 7 аргумент сіздерге жеткілікті ма? Жеткілікті. Бүгіннен бастап қайтеміз? Үйренеміз самостоятельно. Қазір даже мастер-класстың өзінде мен сіздерге бір өте керемет импровизацияның құралын беремін соңғы жағында, иә? Так, келесі. Қараңыздар, бізде қазіргі қоғамда мынандай түсінік бар. Hard skills, soft skills деді. Кім біледі осылардың не екенін, бар ма арамызда? Тұрып айта береміз. Есіміңіз кім? Дінмұхамедті жақсылап қол қойып. Бүгін бір ерекше күн да. Мына сахнада Дінмұхамед, отырған жігіттің аты Дінмұхамед, Алла тағала туралы айтып жатырмыз. Значит, бұның бәрі тегін емес. Осы азғантай болып отырсақ та сазы болып отыр екенбіз да. Демек, барлығымыз бір үлкен бір биік тұғырға көтерілеміз деген сөз. Дінмұхамедтің сөзіне 100% келісемін. Hard skills деген бұл бізге навык дейміз ғой, дағдылар, оларды біз есептей алатын, көзбен көре алатын дағдылар. Мысалға программирование, иә? Яғни 1 минутта қанша сөз жазады техникалық тұрғыда. Болмаса ағылшын тілін меңгеру, ағылшын тілін меңгерудің өзі бірнеше сатысы бар ғой, иә? Мен мысалы intermediate дейміз, болмаса тағы сондай beginner деп жатады. Яғни бұл hard skills деген белгілі бір дағдыларды біз оларды есептеп, өлшеп біле аламыз. Соны hard skills дейді. Қалай ойлайсыздар, ол бізге қаншалықты көмектеседі? Көмектесе ма? Әрине көмектеседі. Қаншалықты көмектеседі? Ау? Дағдыны дамыту әрине бізге көмектеседі. Ал soft skills ше, жаңа Дінмұхамед айтып кетті, бұл өлшеп біле алмайсың, адамның бойында жеке бастың қасиеттеріне байланысты дағдылар. Мысалы, сөйлеу өнері, коммуникабельность, кез келген адаммен тіл табыса білу, переговор дейміз, келіссөздер жүргізе алу, қарым-қатынасты дұрыс сақтай алу, дұрыс әйел бола алу, күйеуіңе, жұбайыңа, дұрыс күйеу бола алу, дұрыс ата-ана бола алу, бұлардың бәрін біз не дейді екенбіз? Soft skills. Қазіргі уақытта именно hard skills емес, soft skills'ты дамытқан адамдар жетістікке жетіп жатыр. Өйткені hard skills деген жаттанды ұмытылып қалатын нәрсе. Ағылшын тілін білесің, бірақ вроде біраз уақыттан кейін оны ұмытып та қаласың сөйлеспесең. Дұрыс қой, иә? Қазіргі уақытта тіпті тілді де үйренудің қажет жоқ деген ұғымдар шығып жатыр. Неге? Өйткені себебі қазіргі уақытта сондай программалар бар, сен сөйлеп тұрғанда автоматтан оны аударып тұрады келесі адамға. Может быть, басыңызды оған ауыртудың да қажет жоқ шығар. Ал soft skills ешқашан сізге ешкім әкеп бермейді. Ол бойыңызда қалатын тіл табыса алу дағдысы мысалға. Ораторлық өнер. Яғни, именно soft skills'ты дамытсаңыздар, сіздер өмірде үлкен жетістікке жетесіздер. Сондықтан да мына ораторлық өнер, халықтың алдына шығып сөйлеу, өз идеяңа көпшілікті сендіру, дұрыс тұру, дұрыс жүру, келіссөздер жүргізу, бұл қайсы дағдыға жатады екен? Soft skills. Бұл жаңағы 7 сізге аргументтің тағы да бір ең үлкен негізгісі да. Енді сахнаға шыққан кезде көпшілігімізде не болады? Қорқыныш болады. Бұл қорқыныштан қалай арылуға болады? Бұл қорқыныштан арылудың ең тамаша бір себебін кім айтып өтті? Жаңа Рахат мырза айтып өтті. Иә? Сондықтан мен көп тоқтамай-ақ қояйын. Мен сіздерге бір ғана нәрсені айтып кетейін. Қорқыныш қайдан болады бізге? Эго сезімінен болады. Қорқыныш біз не үшін қорқамыз? Мені адам қабылдай ма, қабылдамай ма? Мен ұнайым ба, ұнамайым ба? Ана сұраққа дұрыс жауап бере алмай қалсам қайтеді? Мына сұраққа дұрыс жауап бере алмай қалсам қайтеді деген сияқты нәрселерден біз қорқады екенбіз. Сондықтан да қорқыныштан арылудың ең бірінші тәсілі әрине дайындық, өз сөзіңізді бастан аяқ білу. Екінші тәсілі эгодан арылу. Былайша айтқан кезде мен адамдарға қалай көрінемін деген бұл эгоның
түсінігі да. А сіз мен адамдарға не бере аламын деп сұрақ қою керек. Кәдімгі Американың 26-шы президенті не деп сұраған? Сіздерге сұрақ. Кім еді ол президенттің есімі кім және не деп айтқан? Оның знаменитый сөзі бар, есте қалатын, иә? Мен айта қойыңызшы, Талғат мырза вообще керемет екен, да? Еще раз аплодисменты. Кәдімгі, да? Қараңыз, яғни Америкаға маған не берді деп емес, мен Америкаға не бере аламын деп сұрақ қой дейді. Тура осыны сахнаға алып келейік. Адамдар маған не береді, маған қолырам екен, мен ұнайым екен, мен сондай, не важно. Мен адамдарға не бере аламын? Олардың сана сезімін өзгертуге титтей де болсын үлесімді қоса аламын ба деп сұраймыз. Жазып аламыз өзімізге. Мен адамдарға не пайда бере аламын деп сұрасаңыз, сіздің эгоңыз кішірейеді да, сіздің былайша айтқанда адамдарға пайдамды тигізсем екен деген ниетіңіз арқылы сіздің сенімділігіңіз күшейеді екен. Сондықтан да қорқыныштан арылудың ең негізгі тәсілін осылай деп айтып кетеміз. Одан кейін қараңыздар, енді қазір выступлениеға келеміз. Non-fiction деген сөзді естігендеріңіз бар ма? Что такое? Non-fiction деген не нәрсе негізі? Бұны арамызда әдебиетшілер отырса жақсы біледі. Non-fiction дәуірі деген қазір келді. Мынау кітап жазам деп жүрген кісілер бар ма арамызда? Тамаша, менімен хабарлассаңыздар болады. Мен қазір кітап жазып жатырмын. Бірге мен клуб құрамын. Кітап жазу клубы деген әзірге тегін оған кіру. Кітап біткенше, одан кейін бар. Ол да бір платный курсқа айналатын болады. Кім жазады кітап? Тағы көтерейікші. Неге тегін нәрсені қаламайсыздар алуға? Вот, болашақта жазыңыз десе, мен жақында бір мастер-класс өтемін, да? Өткен себебі, сол мынау литературный жанрда кітап жазу несінде айтады. Бұны негізі non-fiction деген бұл кітап жазу жанрына қолданады, бірақ біз оны қазір ораторский искусствоға алып келеміз. Non-fiction деген бағанағы soft skill сияқты нәрсе, яғни адамдарға художественный литература емес, әдеби литература емес, Бердібек Соқпақбаевтың өлгендер қайтып келедісі емес, яғни нақты бір дағдыны беретін кітап. Ол кітап мысалға менің қазір жазып жатқан кітабым көпшілік алдында қалай сөйлеу керек деген. Әдеби кітап емес, нақты бір іскерлік литература, іскерлік кітап. Тура сол сияқты non-fiction дәуірі деген сөз. Қазір адамдар көбінше әдеби жанрдағы сөзді, әдеби жанрдағы кітаптарды оқымайды, қандай жанрды тыңдайды екен? Іскерлік маған бір пайда береді. Мысалы, баланы дұрыс қалай тәрбиелеу керек деген әдеби жанр бар, жоқ non-fiction ба? Non-fiction. Күйеуіңе қалай әдемі көріну керек деген non-fiction ба, жоқ әлде әдеби ма? Non-fiction. А сіздер Инстаграмда нені оқисыздар? Естественно, non-fiction. Яғни дауысты қалай шығару керек? Non-fiction әлде әдеби? Non-fiction. Сондықтан сіздер қазір өзіңіз белгілі бір тақырыпты таңдадыңыз ғой, сол тақырыптың сіз маманы болу үшін 3 минуттың ішінде сол туралы бір нақты пайда бере алатын кеңес айту керексіз. Адамдар қазір ең ұнататын нәрсесі уақытын құр жібермеу. Былайша айтқанда, ең қайталанбайтын нәрсе уақыт қой, ресурс. Осы уақытын пайдалы өткізгісі келеді. Сондықтан да біз неге Инстаграмда ақтара береміз? Өйткені парақшасында қалай бақытты болуға болады, ас мәзірін қалай дайындау керек, баланы қалай дұрыс тәрбиелеу керек. Ең атақты кәдімгі мына Инстаграмдағы әлеуметтік желідегі атақты тұлғаларға қарасаңыз, олар нені дамытып отыр? Именно non-fiction. Сондықтан да сіздер, пожалуйста, таңдаған тақырыптарыңыз халыққа бір пайдасын беретін, олардың уақытысын үнемдеуге көмектесетін нәрсе болу керек. Кез келген нәрсеге қалай деген сөзді қоссаңыз, сіздің тақырыбыңыз жаны шығып кетеді. Мысалы, бала тәрбиесі деген тақырып қызық па, жоқ, баланы қалай бақытты етіп тәрбиелеу керек деген тақырып қызық па? Екіншісі, өйткені сұрақ бар. Тақырып таңдауда сұрақ болу керек. Тағы да бір тақырыптар айтыңызшы. Так, ендеше орнымыздан тұрамыз, тағы да не сіздерге айтқам, уәде бергенмін, қайта тұра бересіз. Әлі жұмыс жасамаған бір адамды таңдап алыңызшы. Кішкене жүресіз ба мына жерден. Қазір бұл адаммен жұмыс жасамаға сіз сол адамды таңдап алыңыз да. Қалай пайда тигізе аламын деген, мінекей, қандай пайдамды тигізе аламын дейді. Сіз қазір қасыңыздағы адамға тұрып айтыңыз, мен адамдарға мынандай тақырып бойынша, мынандай сала бойынша пайдамды тигізе аламын деп. Мен Салтанат ханымның бойында non-fiction тақырыптардың өте көп екенін білемін, өйткені екеуміз кеше қанша сағат отырдық? 4-5 сағат. Мен енді білмеймін, мен негізі сөз өнерінің маманымын ба деп ойлаушы едім, мен тыңдаудың маманы екенмін дедім, негізі өйткені Салтанат ханымның бойында барлық тақырып non-fiction жетеді. Сондықтан қазір мен
сізге пайдамды тигізе аламын. Мен мына тақырыпты зерттегенмін, осы бойынша мен сізге көмегімді тигізе аламын, адамдарға көмегімді тигізе аламын деп қазір айтамыз кезектесіп. Так, давайте сразу дұрыс тұруды үйренейік. Сахнада тұрғанда, екеуі ара тұрған кезде бізде екі түрлі поза болмайды. Поза футболиста, поза заключенного. Поза футболиста вот так. Поза заключенного вот так. Дұрыс, ондай тұрмаймыз деп жатырмын. Наоборот, поза футболиста, поза заключенного болмайды. Айтамыз, мен мына тақырып бойынша осындай мәселесін шешіп бере аламын адамдардың. Айтамыз. Сәкен ағаны қатты тыңдағым келіп тұр, қасына бар. Кейін ужинда айтып беретін маған, по-моему. Қандай пайдамды тигізе аламын адамдарға? Айттық па? Тамаша. Сахнаға 5 адам келсе, ең шустрый 5 адам жүгіріп шықсақ сахнаға. 5 адам сахнаға. Мен білемін, Айнагүл ханым жүгіретін ше. Вот жүгіріңізші. Талғат аға, сіз шықпасаңыз білмеймін енді басқа кім шығады. Жүгіріңізші сахнаға қарай. Тағы да 3 адам. Жүгіреміз сахнаға. Тағы да. Ана өлең есіме түсіп кетті, тағы да деген сайын. Ойна, достар, ойна. Тағы да. Алда болып кеттіңіздер ма? Не болды? Бола берсін енді, болсын. Дұрыс. Мына кісілерді жаттап аласыздар. Бері тұрыңыздар. Бері тұрыңыздар. Мына кісілерді жаттап аласыздар. Мына орысша сөз бар. Шустряки седают медленных дейді. Самый шустрый, самый успешный кісілер осы кісілер. Қолыр қояқшы. Жақсылап тұр. Тамаша. Өйткені жетістікке жету үшін бағана мен айттым. Вселенная любит скорость. Кеңістік шапшаңдықты жақсы көреді. Қазір уже бұл кісілер танымалдылықтың несін жасады? Бірінші қадамын жасады. Және өздеріне болашақ не тауып алуы мүмкін? Серіктес, болмаса клиент тауып алуы мүмкін. Сондықтан сіздерге микрофон беріледі, поза заключенного тұрмаймыз. Енді микрофон беріледі, пожалуйста, уақытты үнемдеп, максимально 1 минут уақыт беріледі. Менің көмекшілерім болса, Назеркежан, уақытты просто өзің сағатымен қарап тұр. 3 минут сөйлемейміз, қысқа уақыт, одан да қысқа болса да болады. Тура жаңағы аты жөніңізді айтып, мен қандай тақырыпқа выступать ете аламын, және қандай пайдамды тигізе аламын деп. Кімнен бастаймыз? Қайырлы кеш, менің есімім Айнагүл, 5 баланың анасымын. Менің тақырыбым дана ел. Қазіргі таңдағы ең өзекті мәселе, мен барған жерімде қалай бақытты ете аламын, өнегелі дана әйел болып келешек ұрпаққа қалай тәрбие беріп, ұл қыз өсіре аламын. Тақырыпты ашамын. Рас. Яғни, тағы да айтып беріңіз, бұл тақырыбыңыз кімге арналған? Ата-аналарға ма, жоқ, әйелдерге ма, жоқ, жаңадан түскен келіндерге ма, кімге? Мынау бизнестің тілінде айтатын болсақ, целевая аудитория, для кого вообще эта тема, да, предназначена? Менің тақырыбым бүкіл адамдарға керек деймін, себебі десеңіз, айтады ғой, әйел бір қолымен әлемді тербетсе, бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді дейді. Осы сөздің түбінде ең керемет мағына жатыр. Ол әрбір қазаққа керек деп ойлаймын, осы жерде отырған. Мүмкін әйелдерге. Қызы бар, мысалы, ер азаматтардың қыздары бар. Отбасы туралы ғой. Жарайды, жақсылап қолып қояйық. Дана әйел үнемі енді интернет желісінен, инстаграмнан, болмаса ютубтан, болмаса менің парақшамнан, болмаса айталық жалпы теледидардан Айнагүл ханымды дана әйел деген тақырыппен көретін болайық. Между прочим, мен бастамасын бастап берсем, ары қарай жақсы жүріп кетеді. Так что бүгін тұсауымыз кесілді. Оппа. Жақсылап қолып қоямыз, иә? Ағамыз сөйлесінші енді. Мен толқып тұрмын, ағамыз не айтады екен деп. Мына біріншіден құрметті қауым, амандасып алайын. Атым Талғат болады.
Гүлжанат, көп рахмет. Мына типа как личный брендинг сияқты болып тұр, мен өзім таныстырып деп, соған біраз рахмет айтайын. Ал өзім жаңағы тақырыпқа қандай мәселемен, қандай тақырып айтылып. Мен өзім қалай главный вопрос деймін, сондықтан осы жерде отырған кәсіпкерлер, жаңа ашылып жатқан бизнесмендер, патентпен жұмыс істейтін, пожалуйста, бухгалтерский учет қалай жүргізу керек, налог тапсыру, статистика отчеттар, солардан мен сіздерге тақырыппен айтып бере аламын. Және жаңа білесіздер, абайлаңыздар, ағып алыңыздар бәріміз. Сондай тақырыпты айта аламын қазір. Идеально. Қашан болады выступлениеңіз? Давайте сразу күнін қояйық. 25 декабрь жастар ресурсы орталығы кешкі сағат 7-де Талғат мырзаның ақшаңды қалай үнемдеу керек, қалай налогты дұрыс төлеу керек деген сабағына шақырамыз. Тамаша тақырып. Иә, ары қарай. Ассалаумағалейкум ағайын, менің аты жөнім Берік Мырза. Мен выгодный займ деген компанияның оңтүстік Қазақстан бойынша региональный директормын. Сіздерге қалай инвестиция жасап, цифрлы технология және біз осы компанияда машина, көлік, недвижимость солардың бәрін алып сатып, халыққа пайдамыз тиіп жатыр. Келіңіздер, сол жақта біздің бизнес-центр Астанада біздің Астанада? Астанаға қашан барамыз? Бизнес-центр Астана. Бизнес-центр Астана. Келіңіздер, пайдам тиеді. Так, кешірерсіздер, біз деп айтпаймыз. Біз деп айтқымыз келіп тұрады, қорқынышты тығылудың бір тәсілі. Мен сіздерге ақшаларымызды үнемдеп, өте тамаша инвестиция жасауға көмек бере аламын. Сол жөнінде мен сіздерге сабақ өтемін. Так, еще раз осы предложение айтамын, сөйлеймін. Менің аты жөнім Берік Мырза. Мен сіздерді ақшаларыңызды көбейтуге және цифрлы технология жайында сабақ көмек бере аламын. Келіңіздер. Тамаша. Тұсауыңыз кесілді сіздің де. Тұсауың кесілді. Талғат ағаңда тұсауы кесілді. Келесі. Менің есімім Ақсәуле. Менің қазіргі тақырыпқа қандай пайдамды тигізе аламын деген тақырыпты алатын болсам, мен жас ерекшеліктеріне қарамай, кішкентай жастан үлкен жасқа дейінгі осы адамдардың, ән айтамын деген адамдардың барлығына ән айтуды үйрете аламын. Осындай пайдамды тигізе аламын. Керемет. Шәмші Қалдаяқ ағамыздың атында өткен үлкен республикалық конкурстың жеңімпазы, лауреаты және жақында ғана халықаралық конкурс болды. Халықаралық конкурстан өзі де гран-при иегері және жас балалардың 2 номинация бойынша гран-при иегері. Ақсәуле ханым, жақсылап қойып қояйық. Ақсәуле, тұсауың кесілді. Қойып қояшы. Жүрексініп жүрген мен үнем айтамын да, ашсай сен бокалыңды, мен ақпара ашсай десем, келесі жылы. Вот енді ашамыз енді. Обязательно. Жақсылап қойып қояйық. Сіздер ма? Менің есімім Уәлихан Сайлауов. Мен осы Шымкент қаласындағы Мейрам киностудиясының директорымын. Бізде 3 қалада қазір жұмыс істеп жатыр. Тараз, Шымкент, Алматы қалаларында. Біз 8 мен 14 жас аралығындағы балаларға кино түсірумен айналысамыз. Егер сіздердің балаларың болатын болса, бізге кастингке келсеңіздер болады. Сол жағынан көмектесеміз сіздерге. Тамаша. Балаларыңызды қараңыз, сөйлемді былай ету керек. Балаларыңызды халықтың алдында танымал етіп, өз-өзіне деген сенімділігін арттыра аламын. Дейміз. Осыны тағы айтшы. Балаларыңыздың өзіне деген сенімділігін арттырып. Балаларыңыздың өзіне деген сенімділігін арттыра аламыз бізге келсеңіздер. Арттыра аламын және танымал ете аламын. Танымал ете аламыз. Тамаша. Сіздің тұсауыңыз уже кесіліп қойған екен. Қайра кеспей-ақ қояйық, бірақ бүгінгі осы мерекеде тағы да бір тұсауыңызды кесіп жіберейік. Жақсылап қол ұрып қояйықшы. Тамаша Мейрам мырза. Так, екінші микрофон бере салайын. Сары маған подсвет сияқты екен да, жақсы, иә? Так, қараңыздаршы, мына кісілер сіздерден қазір озды ғой, келісіңіздерші. Иә, сондықтан бағана айтып өттім да, бізге Алла тағала болмаса өмір әрдайым бір сыйлық жасауға дайын, және ол тегін жасауға дайын. Міне қазір сіздердің тегін жарнама кетті. Өздеріңіз білесіздер, Инстаграмда жарнама берудің өзі қанша тұрады, бір күннің өзінде бір 5 мың, 10 мыңға теңгеге тең кетеді. 5 күнде уже 50 мың кетеді. Бұл кісілер ешқандай ақша құртпастан тегін жарнама жасады. Осындай мүмкіншілікті пайдаланған сіздердің бойларыңыздағы көшбасшылық қасиетке тәнтімін. Алла тағалам істеріңізге береке берсін. Сіздерді бір жылдан кейін өте үлкен биік тұғырда көретін болайық. Жақсылап қол ұрып қойып, рахмет сіздерге. Орындарыңызға жайғассаңыздар болады.
Мен алға қарай кетіп қалдым. Маған артқа кету керек. Оппа. Мынау. Ішіле көп айтып қойдым-ау деймін ішімнен тұғаларды. Так, енді біз қазір сіздерменен нақты бір выступлениеға келеміз. Так, Мира мырза қайда? Мира мырза қайда? Так, маған шот ал, ұмытпайсыз. Маған шот ал, точно. Келсеңіз ғой, келсеңіз тағы да көп клиент тауып беремін деп. Қараңыздар. Енді біз выступлениеға келеміз. Выступлениеға келетін кезде ертең бір жерге барып сөйлеу керексіз ғой, мына сұрақтарға жауап береміз. Не жайында айтамын, жалпы қандай тақырып жайында айтамын? Не үшін мені тыңдау керек? Яғни сіз адамдарға соны кішкене дәлелдеме келтіру керексіздер. Не үшін мені тыңдау керек? Не үшін бүгін сіздер мені тыңдау керексіздер? Мен әлгінде сіздерге айтып өттім, менде мысалға 890 адам оқыды, оның ішінде 138 одан бөлек сертификат алды, 12 танымал тұлғаны оқыттым деген секілді белгілі бір фактілер болу керек. Не үшін сізді тыңдау керек бұл тақырып бойынша? Сіз кімсіз сізді тыңдайтын? Осы сұраққа қысқаша сіз жауап беріп кету керексіз. Бұл кім үшін пайдалы? Бұны бизнес тілінде айтатын болсақ, целевая аудитория. Сіз кіммен жұмыс жасайсыз? Человек-оркестр болудың қажет жоқ. Кто такой человек-оркестр? Оркестр деген адам барлығын қамтып алғысы келеді да. Бұл барлық адамға пайдалы дейді, ол кезде сізге бірде-бір клиент келмейді. Айнагүл ханым, бәріне деп айтпаңыз. Бұл жаңа түскен жас келіндерге ата-енесімен тіл табысуға, осыларға арналған сабақ. Болмаса, бұл жасы 35 пен 45 жас аралығындағы, яғни 5-6 жыл тұрмыста болған, 10 жылдан тұрмыстан асқан, қазіргі уақытта отбасында кішкене кикілжіңдер болып жүрген әйел азаматшаларға арналған әйел деген сабақ. Болмаса, нақты бір целевой аудиторияны біз кішкене не істеу керекпіз? Кішірейту керекпіз. Одан сіздер қорықпаңыздар. Неге? Мен мысал келтірейін ба? Мысалға қараңыздар да, дәрігерлер бар ма арамызда? Дәрігер мырзалар мен ханымдар бар ма? Дәрігерлер жоқ екен да, мен өзім әпкем дәрігер, мен айналамда дәрігерлер өте көп да. Қараңыз, терапевт дәрігерді білесіз ғой, бүкіл ағзаны емдейді ол. Айлығы қанша? Қайдағы 150 мың? 50 мың мен 70 мың арасы терапевттер, 80 дейік мысалға. Ал енді мынандай маман бар, ол тек қана бастың нерв жаңағы талшықтарына операция өткізеді. Нейрохирург деген. Оның айлығы және оның операциясының құны қанша деп ойлайсыздар? Бағанағыдан 7-8 есе көп. Яғни біз специальность дейміз, тақырыбымызды кішірейткен сайын, целевой аудиториямызды кішірейткен сайын бізге не болады екен? Біздің құндылығымыз, нарықтағы құндылығымыз артады екен. Сондықтан да тақырыптың өзін айтқан кезде сіз кімдерге арналған? Бұл барлық адамға керек десеңіз, барлық адам келмейді да сізге. Нақты атын атап түсін түстеп айту керек. Келістік қой, сондықтан соны қазір өздеріңізге реттеп алыңыздар. Так, мен мына жаққа ауысып кеттім да. Кім үшін пайдалы? Менің сөзімнен кейін не істеулер керек? Қандай әрекет жасау керек сіздің презентацияңыздан кейін или сөзіңізден кейін? Мысалы, қазір Мейрам мырзаға бәріңіз келіп сұрап жатсыздар, адрес қайда, телефон қандай деген секілді. Яғни сіздің сөзіңізден кейін адамдар не істеу керек? Келіп сізден бағасын сұрау керек па, или сіздің курсыңызға жазылу керек па, сіздің выступлениеңізға келу керек па, соның бәрін сіз алдын ала қайту керек екенсіз, шешу керек екенсіз. Келесі, енді біз қазір сіздерменен осы отырған жерде выступление жасаймыз бір-бірімізге. Қараңыздар, экспромт дейміз, импровизация немесе жаттығу түрінде, Қазір сіздер ешқандай ойланбастан тақырыпты немесе бір маңызды ойды аласыз. Мысалы, маңызды ой деген не ол? Мен баланы мысалы, былай дұрыс тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Болмаса баланы күнде құшақтап жақсы көру керек деп ойлаймын. Болмаса кез келген өзіңіз айтқан тақырыпқа байланысты бір маңызды ойды аласыз. Және бұл тақырып сіз үшін неге маңызды? Қоғамда бұл тақырып жайында қандай пікірлер бар? Бала тәрбиесі жайында қандай мақал мәтелдер бар мысалға да? Ұлы тұлғалардың қандай сөздер бар? Мына екінші кезекте соны айтасыз. Үшінші кезекте, ал сіз ол пікірге келісесіз бе, келіспейсіз бе? Сіздің ойыңызша қандай болған дұрыс, және оған нақты бір статистикалық мәліметтер, фактілер болса қосасыз. Және төртінші, соңғы сөзіңіздің соңында қандай іс-әрекетке шақырар едіңіз? Так, орнымыздан тұрамыз. Бұл выступление буквально 2 минуттан арналған. Так, желательно бұрын жұмыс жасамаған жаңа адаммен жұмыс жасаймыз да. Так,
Мирхан, басқа адаммен, бер шеттегі адаммен. Гүлмира ханым, сізде басқа адаммен. Так, жаңа адамды тауып аламыз, өзімізге сөйтеміз дағы айтасыз. Менің сөйлейін деп тұрған тақырыбым мынандай тақырып. Бұл тақырып мен үшін неге маңызды? Не үшін маңызды мен? Өйткені мен қоғамда осындай мәселенің бар екендігін анықтадым. Болмаса менің бала күнінде осындай оқиға өтіп еді басынан. Сол кезде ойланып қалғаным осы тақырыптың маңызды екендігін. Және қоғамда қандай пікірлер? Міне 1, 2, 3, 4 деп келе береміз да, қазір орнымыздан тұрып осы мына жердегі сұрақтарға жауап беріп выступление жасаймыз. Қайсыны қорытамай жатсыз? Тым көп информация беріп жатырмын ба? Тамаша ғой енді. Өткенде менің тренингіме ешқандай реклама берген жоқпыз. Былай WhatsApp-қа рассылка жасасақ, 20 шақты адам, оның біразын қысқарттық, 13 адам 10 күні бастадық та. Сонда бірінші күнгі тренингтен кейін бір кісі айтады, қатысқан адам. Мен дым түсінген жоқпын, не болып жатқанын дейді да. Тренинг 3 сағат. Гүлжазира ханым, есіңізде ме, иә? Мен дым түсінген жоқпын деді да. Есіңізде ме, Сәбит мырза? Сосын мен айтам, сіз дым түсінбегеніңізді түсініпсіз ғой, оның өзі плюс қой деймін да. Көрдіңіз ба? Сондықтан сіздің осы отырғаныңыздың өзі кетіп қалмай, шығып кетпей отырғаныңыздың өзі үлкен түсінік сізге. Өте үлкен нәрсе. Мені орындамаңыз, бірақ хотя бы сұрақтарды оқып отырсаңыз да болады. Болат мырза, сөйлесеміз. Ораторлар орындарында отырып сөйлей бере ме? Оратор деген тұрмай ма екен? Спикерлер деген тұрып сөйлемей ме екен? Сөйлейміз. Аида, Айталы, Арай, тұрып сөйлейміз. Өзім шамам келетіндер ғой осыларға. Сөзім өтеді да, мен айтсам орындайды. Мына жерге и так түрегеп тұр. Егер маған Инстаграмнан директке жазсаңыз, мен осы семинарда болып едім десеңіз, мен сізге мына презентацияны полностью жіберем да. Көрдіңіздер ма? Өйткені қазір мына жерде қалып жазып алуға мүмкіншілік жоқ қой. Полностью презентацияны жібере аламын сізге. Не үшін маңызды маған бұл тақырып? Бұл тақырып жайында қоғамда қандай пікірлер бар? Сіз өзіңіз не ойлайсыз бұл жайында? Қандай фактілер бар оған? Сөйлеп атқан кісілерден айналайын. Қандай тамаша адам едіңіздер сіздер? Молодец. Талғат мырза нағыз оратор, өзіме тренер қып алама осы. Так, болсақ, бір-бірімізге алғысымызды айтып, қазір бір-бірімізге вау эффект жасаймыз. Қымбатты әріптестер, тағы да бір фишка. Вау эффект деген нәрсе бар ораторский искусствода. Ол сізге әрдайым 100% сенетін кісі болу керек. Сіз егер сахнаға шығуға қорқып тұрсаңыз, так, біз әлі сөйлеп жатыр екенбіз мына жақта. Басқаларға айта берейін. Вау эффект жасаймыз ба, қымбатты әріптестер? Вау эффект деген мынандай. Сіз егер сахнаға шығуға қорқып тұрсаңыз, сізге 100% сенетін адам болу керек, ол сізге айту керек. Вау, сен суперсің, сен тамаша ораторсың ғой, сен вообще күштісің деп. Ол сізге шын жүректен сенетін болу керек. Менде ондай кісі бар, ол кісінің есімі Салтанат, ол Астана қаласынан тұратын менің мынау 6-7 атадан қосылатын әпкем. Мен кез келген выступлениенің алдына Салтанатқа звондаймын, не болмаса жазамын. Салтанат, у меня выступление, говорит. Гүлжанат, сен просто сахнаға шықта үндемей қарап тұрсаң, адамдар саған қол ұра береді ғой, сен вообще суперсің ғой дейді.
Все классно, маған басқа ешнәрсе керек емес. Жаңа сообщениесі бар, сенбесеңіздер да. То есть бұл сізге 100% жақсы көретін, 100% сенетін адам болу керек. Қазір енді біз бір-бірімізге вау эффект боламыз. Жаңа айттық қой бір-бірімізге, иә? Орнымыздан тұрамыз да бір-бірімізге кезек-кезек айтамыз. Вау, сен суперсің ғой. Сен күшті ораторсың ғой. Вообще риза болдым ғой сенің мына выступлениеңе ше. Не деген күшті едің сен. Вообще таңғалып тұр ше. Супер оратор екенсің ғой. Қаяқта жүрсің сен? Шықтырайын ба сахнаға? Құдай-ау, шықсай. Жатсай палатаңа деген сияқты, шықсай сахнаға, шықсай деп айтамыз. Энергиямыз көтерілді ма осыдан кейін? Көтерілді. Супер! Вау, сіздер күштісіздер ғой. Тамашасыздар ғой сіздер. Вау, бәріңіз оратор екенсіздер ғой деп өз-өздеріңізге қол ұрып қойыңыздаршы кәнекей. Супер сіздер ғой сіздер енді, вообще супер екенсіздер ғой. Так, енді қалған уақытты қысқа мен түсіндіріп өтемін. Ол, иә, өйткені менде бәрі жоғы бір 5 минут уақыт қана қалды. Мен артқа кетіп қалдым, кешірерсіздер. Ұнады ма мына жаттығу сіздерге? Вау эффект ұнады ма? Табасыздар ма өзіңізге вау дейтін адамды? Табасыз ба? Өзіңіз біреуге вау эффект бола аласыз ба? Айтыңыз, мен саған үнемі вау эффект боламын деп айтыңызшы қазір. Тамаша, маған вау эффект табылып жатыр. Керемет, мен вау эффект болам саған деп айтасыз. Сізге сразу автоматически энергия келеді. Қандай күшті болар еді, үйімізде күйеуіміз бізге вау эффект болса, тұзын ашығып жүрсең де вау, күшті деп жауаса қандай күшті, иә? Болмаса әйеліміз вау эффект болса, түнгі сағат 3-4-те келсе де вау, киген жақсы болды деп қарсы алса қандай күшті, иә? Ер азаматтар бір қол ұрып қойса екен деген ой осы жерде. Әйелдеріміз сондай болатын болса, күйеулеріміз үйге асығып келетін шығар деп ойлаймын да. Так, келесі. Не болып кетті өзі? Артқа кетіп қалдым. Так, келесі тез-тез ары қарай жүрейік. Бұл шен тез-тез деген белгі ау деймін да. Өйткені қосылмай жатыр. Жаңа ғана. Қараңыздар, мына жерде білмеймін, мына 0 деген процент қақтан келген, негіз 0 жоқ о жерде. Салтанат ханым оны жақсы біледі, бұл жерде 0 жоқ негізінде. 55, 7, 38 тыңдарманға әсер ететін каналдар бар. Енді сіздерді ұзақ уақыт құмбыл қылмай-ақ қояйын. Келесі қараңыз. 55% тыңдарманға әсер ететін бұл біздің сыртқы көрінісіміз, біздің өзімізге деген сенімділігіміз. 38% біздің дауысымыздың ырғағы. 7% ғана не екен? Тыңдарманға әсер ететін біздің не айтып жатқан ақпаратымыз. Мысалға мен сіздердің алдарыңызға сенімсіз шығып бір нәрсе айтып тұрсам, сіздермен тыңдағыларыңыз келе ма? Келмейді, сондықтан да менің өзіме деген сенімділігім, өз тақырыбыма деген сенімділігім сіздерді былай қызықтырып отырады. Ары қарай. Так. Так, бесконечно. Міне 55% дене арқылы берілетін ақпарат. Оратордың бірінші негізгі құралы өзі дейміз, өзіне деген сенімділігі. Оратордың екінші құралы бұл дауысы, жаңағы айтқан 38% деген мынау дауыстың күштілігі, дауыс ырғағы, жуан жіңішке, артикуляция, дикция бәрі 38%-ға кіреді. Оратордың үшінші құралы сөзі, айтылатын ақпараты. Сонымен, мен қазір енді сөзімнің соңында өкінішке орай сұрақ жауап. Осы жалпы біздің бүгінгі сабағымыз, бүгінгі семинарымыз, конференциямыз драйв деп аталады, шабыт беру ғой. Сондықтан сіздерге білмеймін, бір шабыт беретін бір притча айтқым келіп тұр. Бұл притча үшін Назеркеге рахмет. Так, мына жер қап-қараңғы болып қойған сияқты ше. Свет жаға саласыз ба? Қараңыздар, ертеректе, жалпы ертеректе емес, бүркіт деген құсты білесіздер ғой, біз қазақ халқы осы бүркітке теңеп жатады, жаңағы жері кең, қанаты кең деген секілді. Осы бүркіт деген құстың мойнына жабысып алатын бір құс бар екен. Ол қандай құс? Қарға. Қарғалар жақсы көреді екен де бүркітпен бірге жүргенде. Неге? Өйткені бүркіт жесе шашып жейді ғой айналасына. Соның қалған азығына тамақтан қарға, тек қарға ғана бүркіттің мойнына жабысып ала алады екен. Ал сол кезде бүркіт не істейді оны? Шұқып алып тастай ма қарғаны? Ол вообще ол қарғаға мән бермейді екен ол. Ол қайтеді екен? Ұшып жүре береді екен. Ұшып кете береді. Қарға отырма, оның жұмысы жоқ та. Ұшып кете береді да, өте биікке самған кезде
Мынау биіктегі өздеріңіз білесіздер ғой физика заңдылығынан, иә? Атмосфералық қысым жоғарылайды, қысыла береді. Оған бүркіттің тынысы жетеді, бүркіттің өкпесі оған лайықталған, өйткені ол биік үшін жаратылған құс. Мынау таудың ең ұшар басына салады өзінің ұясында. Сонда қарға байғұс орта жолға жеткесін давлениядан бас айналып, жүрегі айнып, байғұс көзі көрмей, құс-құсы келіп құлай деген жерге. Сонда қараңыз да, бұны не үшін айтып отырмын сіздерге? Сіздер алдыңызға мақсат қойғанда, оратор болам, болмаса тағы да осындай бір мақсат қойғанда, көп адам бағана қарға сияқты болады да, тыныш жүре берсе ше? Не ол? Кәсіпкер болам деп, не оратор, зачем тебе это надо? Жүре берсе, айта береді, бірақ сіз жаңағы биікке самғаған сайын кетеді ол. Бағанағы қарға жүрегі айныған құсап, өзімен өзі бас айналып, давлениясы ұстап, ол жолда қалай береді. Сондықтан мен сіздерге айтарым, қымбатты достар, сіздер өте тамаша адамсыздар. Бүгін мінекей мына залға келіп, мына жүректеріңізді ашып, керемет тыңдап отырған сіздер нағыз қыран бүркітсіздер. Осы армандарыңызға жету жолында бағанағы қыран бүркіт сияқты самғап, қарға парғалардың бәрін жолда қалдырып, өздеріңіздің армандаған, діттеген мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Көп рахмет сіздерге. Үлкен рахмет, риторик ораторлық мектебінің негізін қалаушы Гүлжанат Битанова.